Ассалаумалейкум, Ерқасым. Май колеса оқырмандарына идеальный вариант Kia K5 2021 чисто. Фарларын қара жанып тұр. 17-лік дискімен, шиналарын бәрі қатты көп жүрмеген. 2 жыл жүріп береді. Бесключевой доступ, төбесі панорамы. Красный салон осындай әдемі. Таза 2021. Сборка Корея для Америки жасалған көлік. Қара ешқандай чек, жанып тұрған жоқ. Машина моторы, коробкасы жақсы жұмыс жасап тұр. Мына люк тоже, панорама тоже жақсы істеп тұр. Так, коробкалерін көріп жіберейін. Мына коробкалері ешқандай рывок жоқ. Беспроводная зарядка. Самый полный ғой енді бұл GT Line. Бізде 16-17 миллион тұрады Қазақстанда. Салондардың бәрі кожасы өте әдемі. Міне жанып тұр ғой, жанып. Осындай цвет. Цветі де необычный цвет. GT Line. Артында запаскілері бәрі тұр. Міне, брат. Алдарыңызда Kia Forte. Чисто 2022 таза. LXS деген комплектация, объем 2. Повреждение қатты болмаған машина. В идеальном состоянии тұр. Мына таза 2022 бирка. Салон қарат салон осындай. Кожный салон зыңғып түктіруге болады. Қатты қымбат тұрмайды бұл жақта. Қараңыздар, ешқандай чек жанып тұрған жоқ. 7289 миль пробег жүрілген. Міне тексеріп көрдік. Мотор, коробка ешқандай ақау жоқ. Қазір скорость салып көрейін коробкалеріне. Міне артқы камерасы. Міне четко и грамотно салынып тұр. Ешқандай рывок жоқ. Кондиционер істеп тұр жұмыс. Міне достар. 7 миллион 150 мың теңге бағасы. Бағасына сай. Бұндай бағада таба алмайсыздар. 2022 таза. Так. Задний камерасы. Осындай арты спортивный бампер, диффузормен. Достар. Кумхо деген шинамен. Алдарыңызда Kia Forte. Бір жақсылап жуу керек. Күннің астында просто тұрған. Жақсылап жусан соска болып шығады машина. Алдарыңызда Kia K5 2021 жылғы. Өте әдемі фармен, состояниясы өте жақсы, титановый дискісі. Мен қазір сразу проверкасын көріп отырмыз. Он жағынан кішкене удар болған, Carfax'ын көрсетіп кетеміз. Компьютердің іші. Ошибка жоқ. Мотор, коробка, тормозная система, бәрінде ошибка жоқ. Міне идеальный болып тұр. Айырбақ бәрі таза оригинал. Чек жоқ ешқандай. 3300 миль жүрген, чек жоқ. Ана баллон чегі, ана баллондікі, артқы екі дөңгелегін жел аз деп тұр. Коробкасын салып жерейік. Задний вид камера. Коробкасы әдемі салынып, әдемі жұмыс деп тұр. Салон велюр. Мінекеңіз. При желании кожный салон, 360 камера бәрін орнату болады. Состояниясы өте жақсы. Мінекеңіз K5. 1.6 турбо. Заказ берсеңіздер болады. Бағасы 8 миллион 190 мың теңге. Бағасы өте әдемі. Бұндай машиналар 9 миллион плюс тұрады. 8 миллион 190 мың теңгеге алам десеңіздер идеальный вариант. Kia Sportage 2021 жылғы. Енді удары кішкене қаттырақ болған, алдынан болған. Carfax'ын көрсетеміз. Титановый дискісімен ақ түсті. Шын көрсетіп жерік. Ші полный электропакет, салон велюр. Полный комплектация емес. Ішінде мультироль, климат контроль, коробка автомат. Заводты көрсетейік. Заводтысы бәрі әдемі. Ошибка шығып тұрған жоқ. Алдыңғы екі дөңгелекте жаңағы жел аз дейді. Коробкасы жақсы салынып тұр. Задний вид камера. Көрем десеңіздер 5 адамдық, состояниясы жақсы. Артқы жағынан көрсетіп жерейік. Ертеңіздер заказ берем десеңіздер, бағасы өте жақсы. 62 мың дирхам, ол деген 8 миллион 60 мың теңге. Бұл бағада идеальный вариант өзінің бағасына. Ассалаумалейкум, май колеса оқырмандары. Алдарыңызда Hyundai Sonata 2021 2.5 объем в идеальном состоянии тұр машина. Повреждение қатты болмаған. 7 миллион 800 мың теңге бағасы. Заказ берсеңіздер болады. Міне
компьютермен тексеріп шықтық. Мотор, коробкасы бәрі идеально жұмыс жасап тұр. Ешқандай рывок жоқ. Задний камерасы. Коробкадан коробка скорость ауыстырғанда ешқандай не жоқ, ақау жоқ. Мына жақта драйв режимдерді таңдасаңыздар болады. 4 режим бар, автохолд бар. Осындай салон іші бәрі тап-таза. 7 миллион 800 мың теңге өте әдемі баға. Бұлар 8,5-9 миллионнан қымбат тұрады рынокта. Сосын арзан жерлерден тауып алдық қазір. Мына артындағы запаска, домкрат, заводской герметиктер бәрі тұр. Міне достар, срочно заказ беріңіздер. Тағы да жақсылап көріп береміз алатын деген адамдарға. Міне. Ассаламу алейкум, май колеса оқырмандары. Алдарыңызда Kia Stinger 2.5 турбо. Өте керемет машина бұл. Бағасы 13 миллион теңге. Бізде Қазақстанда 26 миллион жоғары тұрады, 26-27 миллион тұрады. Осы екі ескі ауысқан, айырбақтардың бәрі оригинал. Так, ішіне крик, міне таза 2021 сборка Корея для Америки жасалған. Әдемі қызыл салон. Міне компьютермен тексеріп шықтық, машинаны жақсылап. Міне Kia Stinger, міне мотор, коробка, ABS, айырбақ, ешқайсында ошибка жоқ. Так. Комплектациясында беспроводная зарядка, өте керемет, подогрев руля, подогрев сиденья, ручник электронный, автохолд бәрі бар. Панорама, люк бар екен төбесінде. Люк қалай ашылады? Міне. Өте керемет ашылу. Міне достар, осындай көлік Stinger деген. Заказ берсеңіздер болады. 2.5 полный привод GT Line на багаж. Запаска, ключтері бәрі бар. Артында орналасқан. Достар, осындай көлік. Ассаламу алейкум, май колеса оқырмандары. Алдарыңызда Kia K5 GT Line, самый полный комплектация. 2021 9 миллион 500 мың теңге. 17-лік дискімен. Машина өзінің бағасына өте керемет. Қазір ішін түсірейін. Енді сыртын бір жуу керек, ішін бір жуу керек. 22.240 миль жүрілген. Ешқандай ошибка көрсетіп тұрған жоқ. Даже компьютермен тексеріп көрдік. Міне қарасаңыздар болады. Kia K5 2021. Міне мотор, коробка, ABS, фронт радар, airbag. Ешқандай ошибка жоқ. Бәрі оригинал қылып істеген. Артқы камера. Коробкалердің бәрі теуіп тұрған жоқ. Өте керемет жұмыс жасап тұр. Электронный ручник, автохолд, беспроводный зарядка бәрі орналасқан. Осындай әдемі цвет, көк цвет. Міне. Срочно бронға қойыңыздар, 9 миллион 500 мың теңге. Растаможкасы бұның қатты көп болмайды. 2 миллиондай шығады, 1.6-ға өткені. 12,5 где-то сондайға под ключ кіреді бұл машина. Бізде Қазақстанда 16-17 миллион тұрады.